Дүниеге келген жерім менің Нарынқұм деген үлкен құм бар. Міне осы жерде тұрғанда 1928 жыл өздеріңізге белгілі тарихта колхоздастыру басталды. Сол колхоздастыру уақытында мен есімді жаңа біліп кеткен бала болсам керек. Ауылдың белсенділері келіп, біздің малдарымызды есепке алып, біздің семьямыз, Шәлекеновтің семьясы онша үлкен болмаған, орта шаруа болған болу керек. 1-2 жылқы, 1 бие, 1-2 мінетін ат, 2-3 түйе, 50 шақты қой, 1-2 сауатын сиыр болу керек. Өзінің күнін өзіменен көріп жатқан орта шаруа болу керек қой. Мен сол семьядан шыққанмын ғой. Міне осы кезде біздің үйге де коллективизация келген. Үйдің малдың есебін алып, барлық малдарды сыпырып, айдап кетті. Bir ғана өгіз қалған. Әне ашаршылық басталды.